Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы әкімдігінің, Орал қаласының білім беру бөлімінің номер 12-ші Бұлбұл бөбекжайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. Дәмді де дәруменді құлпынай жобасы. Жоба жетекшісі Исатаева Эльмира Зейнелкараповна, педагог, зерттеуші, тәрбиеші. Жобаның өзектілігі: Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 14 наурыздағы ұлттық құрылтайдың адал адам, адал еңбек, адал табыс атты 3-ші отырысында берген тапсырмасын іске асыру мақсатында адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы 2025 жылғы 26 мамырда номері 123 бұйрығымен бекітілген. Бағдарламаның мақсаты: жасыл балабақша желісін кеңейту, экологиялық білім беру және экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Бөбекжайымыз облыстық бәрін білгін келеді интеллектуалдық дамыту зертханасында жұмыстанып келеді. Балалардың зерттеушілік әрекетін дамыту мақсатында жоба жұмысын өткізуге қолға алдық. Жоба жұмысының ерекшелігі: құлпынай жетегі тақырыбының мектепке дейінгі ұйымдарда зерттелмеген тың тақырып болуы. Құлпынай жылыны сүйетін дақыл, сондықтан жоба көктемгі және жазғы кезеңге бағытталған. Балаларды еңбекке баулу, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, үлкендердің еңбегін бағалауға тәрбиелеу мақсаты. Бөбекжай бүлдіршіндеріне құлпынай жетегі туралы мәліметтер бере отырып, балалардың ақпараттық танымдық түсініктерін қалыптастыру. Жобаның міндеттері: құлпынай жетегінің зерттеу аймағын жасақтау, құлпынайды өзге жетектерден ерекшелігі, түрі, өсу ортасы туралы зерттеу жүргізу, кітапханадан қосымша мәліметтер алу, экскурсия жасау барысында күтіп баптау тәсілдері мен тәжірибе алмасып бақылау, ата-аналармен жоспарға сәйкес біріккен жұмыстар жүргізу. Ата-аналарға осы жобаға қатысты сауалнама қойғанбыз. Құрметті ата-аналар, бұл сауалнама балабақшадағы дәмді де дәруменді құлпынай тақырыбындағы жобалық жұмыс аясында жүргізіледі. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Ата-аналарға сұрақтар қойғанбыз. Сіз құлпынайды жиі сатып аласыз ба? Балаңыз құлпынайды жегенді ұната ма? Үйіңізде құлпынайды өсіресіз бе? Егер өсірсеңіз, балаңыз сол процеске қатыса ма? Құлпынайды қандай пайдасын білесіз деген сұрақтар қойғанбыз. 90% ата-ана біздің жобамызды қолдады. Сәлем достар, мен құлпынаймын. Дәруменге аса баймын. Құрамымда С дәрумені мөлшері мол. Минералдар мен микроэлементтерде көп. Темір, магний, калий, кальций. Нарттай болып піскен құлпынаймын шіркін-ай. Дәмімді татуға жұртын тығай. Шөлдеп сусын десең де, тоймайсың қанша жесең де. Күтілетін нәтиже: зерттеушілік әрекет барысында құлпынай жетегі туралы балалар толық мәлімет алып шығады. Бөбекжайдағы эксперимент алаңында құлпынай жетегін өздері өсіріп, өнімін жинайды. Суару мен әромшөптерді тазалау жүйелі түрде жүргізілгендіктен суды үнемді тұтынуды біледі. Өнімдерді өздері өсіріп, пайдалану арқылы қаржылық сауаттылыққа үйренеді. Отбасы мен балабақша ынтымақтастығы артады.